Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып, 1-ші сабақ. Отаным бақыт ордасы. Бүгінгі сабақта тақырыпты негізгі ойды анықтап үйренеміз. Балалар, мен алдымен сіздерге отан жайында түсіндіріп өтейін. Отан бұл біздің қасиетті мекеніміз. Осында туылып, гүлдеп жайнаймыз. Дүниеге алғаш келген сәттен бастап, осы жердің топырағына аунап, ауасын жұтып, демалатын қастерлі ортамыз. Отан қашанда қастерлі ұғым. Оның бір уыс топырағының өзінде адам жанын елжіретіп, көңілін қуанышқа бөлейтін алапат күш бар. Әлемнің қай бұрышына барсақ та, отан әр кезде де ыстық, әр кезде де өзіне елтіп шақырып тұрады. Жер бетіндегі біздің қорғаушы күшіміз, бізді құшағына риясыз сезіммен басатын ардақты анамыз іспеттес. Отан отбасынан басталады. Яғни балалар, отан дегеніміз бұл біздің туған жеріміз, Қазақстан мемлекеті біздің отанымыз. Олай болса, енді келесі құрастыр. 1-ші сабақ. Отанға тілек тақырыбында топтастыру құрыңдар. Бұнда топтастыратын болсақ, отанға қандай тілек айтамыз? Отанға тілек. Отанымыз біздің бейбіт болсын, тыныштық болсын отанымызда, ашық аспан болсын, тату ел болсын, достық болсын арадай ұлттардың, және біздің отанымыз дамыған ел болсын. 2-ші жаттығу. Бейбітшілік, тыныштық сөздерін пайдаланып, бір-біріңе жақсы тілектер айтыңдар. Олай болса, біздің елімізде тыныштық болсын, біздің елімізде бейбітшілік болсын, әрқашан бейбітшілік болсын, әрқашан тыныштық болсын. Әбділда Табылды. Бұл жазушы әрі ақын. 1926 жылы Жамбыл облысының Тұрар Рысқұлов ауданында дүниеге келген. Бөбекке сөз, қайырлы таң балалар, тағы басқа балаларға арналған кітаптардың авторы. Жазушының әңгімелері мен өлеңдері ақыл ғибратқа толы. Оның өлеңін оқитын болсақ, қайырлы таң балалар, арайланып таң атты, алтын шапақ таратты. Қайырлы таң балалар, жер бетінде тыныштық, кел бетінде күн ыстық. Қайырлы таң балалар, жарқырады қаламыз, жарқын әрлі даламыз. Қайырлы таң балалар, аман отан панамыз, аман ата анамыз. Қайырлы таң балалар. Әдібай Табылды. Арайланып жарқырап деген мағынаны білдіреді өлеңде. Әрлі, әдемі, көрікті деген мағынаны білдіреді. Өлең өте тамаша жазылған. Өлеңде бейбітшілікті, отанымыздың татулығын сипаттайды. 3-ші. Кейіпкер нені мақтан етеді, неге қуанады? 4-ші. Өлеңдегі аман отан панамыз деген сөйлемді қалай түсінесіңдер? Отан сөзін қолданып, өлеңнің тақырыбына қалай өзгертер едің? Бұнда 3-ші сұраққа жауап беретін болсақ, отанымыздың тыныш, бейбіт болғанын мақтан етеді. Таңымыздың қайырлы, тыныш атқанына қуанады. 4-ші. Өлеңдегі аман отан панамыз деген сөзді түсіндіретін болсақ, отанымыз тыныш, бейбіт, аман болса, ол бізге қашанда пана болады дейді. Ал отан сөзінің тақырыбын өзгертетін болсақ, қайырлы таң отаным деп өзгертуге болады. Есіңе түсір. Тақырып. Тақырып дегеніміз жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Қайырлы таң балалар өлеңінің тақырыбы кім не туралы екенін байқау қиын емес. Ал негізгі ой дегеніміз жазушының өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы. Сол өмір құбылысына берген бағасы. Қолдан. 6-шы. Өлеңдегі негізгі ойды үлгідегі сөйлемге ұқсатып айтыңдар. Үлгі. Бейбітшілік болса ата-анамыз да аман есен болады. Яғни ары қарай жалғастырамыз. Бейбітшілік болса
еліміз тыныш болады. 7. Өлең шумағындағы ұйқас сөздерді табыңдар. Отанды біз атамекен деп аялап атаймыз. Өйткені оны мекен еткен бабамыз бен атамыз. Яғни мына жердегі атамыз, атаймыз деген сөздерді орнына қойып жазамыз. Стрелкамен көрсетілген бірінші атаймыз деген сөзді қоямыз, екінші астына атамыз деген сөзді қоямыз. 8. Өлеңнің тақырыбын қалай қояр едіңдер? Өлеңнің тақырыбын отаным, атамекенім деп қоюға болады. Есіңе түсір, эпитет. Әдебиеттегі көркемдегіш құрал заттар мен құбылыстарды сипаттайтын бейнелі сөз. Эпитет сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, алтын шапақ, ыстық күн деген сияқты. 9. Өлеңді оқып эпитет сөздерді тап. Отан. Аялаған өз елің, отан биік тауларың, отан шексіз кең далаң, жасыл бағың бауларың, көк шалғының аунаған. Бұндағы эпитет сөздер биік тауларың, шексіз кең далаң, жасыл бағың, бауларың, көк шалғының деген сөздер. 10. Отанға қызмет ету дегенді қалай түсінесің? Ойыңды топтастырып жаз. Отанға қызмет ету, отанға қызмет ету міндетіміз. Отанға қызмет ету үшін ең бірінші жақсы оқу қажет. Білім алып әскерге барып, отанды қорғай білуіміз керек. Ал отанға қызмет ету дегенді топтастыратын болсақ, ол бірінші отанға білім алу, яғни қызмет ету, екінші еңбек ету, әскерге бару, отанды қорғау. Міне осылар отанға қызмет ету болып есептеледі. Қорытындыла, біз отанымызды несімен мақтан етеміз? Отанымызды кең байтақ жерімен, бейбіт өмірімен, тауларымен, өзендерімен мақтан етеміз. Және де тату өмір сүріп жатқан әр ұлт өкілдерімен де мақтан етеміз. Үй жұмысы. Кәкімбек Салықовтың отан өлеңіндегі ойды жалғастырып, өлеңге 1-2 жол қосып жаз дейді. Яғни жоғарыда берілген отан деген өлеңге 1-2 жол қосып жазамыз. Олай болса, отан әкең атанаң ақыл берер біздерге. Мінекей балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.